1 метр. Енді жобалап осы иығыммен өлшеп отыратын боламын. Тез бітіру үшін. 2 метр кетті. 3 метр. 4 метр. 5 метр. 6 метр. 7 метр. 8 метр. 9 метр. 10 метр. 10 метрді қиямыз. Басын бірден күйдіреміз. Екі басын. Екі басын күйдіріп алдым. Енді екі басын біріктіресіздер. Осы бір шнурдың екі басын біріктіріп, ең соңына дейін жинап аламыз осылай. Ең соңына алып келдім. Осы жерден бір түйуді орындаймыз, яғни басын түйіп қоямыз. Басын осылай түйіп аласыздар, содан кейін мына екі шетінен бастап бір жіпті алып, бір дегенде қалай, в общем, бір жағын, жіптің екі қатты ұзын болғандықтан, біз оны қазір тартып отырып тоқымас үшін осылай жинақтап аламыз жіптерді, ұзын болғандықтан. Жинап алсаңыз, өзіңізге ыңғайлы болады тоқуға. Міне бас жағына қарай келдім. Мен басына дейін апармайын. Осы жерден жинап, резинка болса резинкамен, жіп болса жіппен қыстырып байлап қоямыз осылай. Мен керекті жіптерімді дайындап қойдым. Яғни мына 22 метрлікте міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жерге дейін 8, 22 метрлік жібімді дайындадым. 8 штук. Сосын міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына 10 метрлік 8 штук шнурымды дайындап қойдым. Енді мен бұларды қазір бір-бірлеп ілемінді тоқуды бастаймын. Міне мен бұлай іліп қойдым. Яғни менде турник болғасын. Ыңғайлы болып кетті. Жіптерімді іліп, енді тоқуды бастаймыз. Ол үшін енді мынау бірінші 22 метрлік. Одан кейін екі ортадағы 10 метрлік. Мынау екеуі 10 метр. Мынау 22. Мынау енді сонда төртеуі қазір бір жағы ручкасы болады. Мына жерде де солай. Мына екеуі 22, екі шеткі. Мына екеуі 10 метрлік. Мына төртеуі де солай. Төрттен бөліп қойғанда осылай болады. Мынау 10, мына екеуі 22. Не, 22, екеуі ортасындағы 10. Осылай бөліп аласыздар. Сосын барлығын қосқан кезде 4-4-тен 16. 10 сантиметр болу керек, мына ара қашықтығы. Бірдей етіп осылай түсіріп қоямыз. Түйілген жерлерін бірдей қылып қоямыз. Енді әрі қарай менде мынандай 4,5 метрлік 4,5 метр жіп дайындап аласыздар, осындай шнур. Сосын осыны мынаған тоқуды бастаймыз, қолданамыз. Мына коушты бұлай айналып тұратын жерін тоқимыз. Айналып осыған жаңағы қосып қоятын жеріміз. Осы үшін соны тоқып аламыз. Одан кейін әрі қарай 4-ке бөлеміз де, 4 жаққа 4 ручкасын тоқитын боламыз. 4-ке бөліп тастап. Мына 4,5 метрлік шнурымызды екеуін ұшын біріктіріп аламыз да, екі жағын. Мына ортасын алып келіп, қазір қолданамыз. Мінекей жаңағы 4,5 метрлік шнурымыздың ортасы. Осыны мына жіптің екі ортасы бар ғой, ар жағы мен бер жағы міне. Соның екі ортасынан өткіземіз. Яғни мына 16 штукты аламыз. Жаңа менікі ортасы мына жер болды, соның қақ ортасына аламыз да. Міне мына жерден бізде ара қашықтық бір 3-4 сантиметрдей қалдырасыздар. Сосын осы жерден міне мынаны астына жібереміз. Мына жіптің астына жібересіздер. Мына жағын ұстап тұрасыздар осылай арасына ашып, сосын
мына жаңа үстіндегі жіпті, шнурды дейін, жіп дейін, мынадан өткізіп аласыздар. Міне, сосын тартамыз. Қатты тартасыздар. Енді керісінше мына жіпті мынаның астынан, яғни сол жақтағы жіптің астынан жібереміз де, осы үстіндегі жіпті артынан алып келіп, мына неден өткіземіз, мына ұстап тұрған жерден өткіземіз. Сосын оны қаттылап тартасыздар. Мінекей. Сосын тағы да керісінше мына жағын ұстап тұрамыз. Мына үстіндегі жіпті айналдырып алып келіп, мына жағынан өткіземіз. Сосын қаттылап тартып, міне. Мына узор, яғни осы жерінде узор, мына коушқа келіп түсу керек, айналдырып. Яғни біз қазір мына жерге дейін тоқимыз, сосын осы жерден төмен қарай тоқитын боламыз. Осылай жалғастыра бересіздер. Так, мен жаңа мына жағын тоқыдым, енді керісінше. Қатты тартып, осылай тоқып шығасыздар. Міне осыдан әрі қарай енді мына түйілгендердің барлығын шешіп тастаймыз. Сосын шешіп, сосын дәл осындай. Так, мен жаңа үш қатар жасадым, яғни мына жанынан қарағанда 1-2 қатар ғана жасаппын. Енді тоқысам 3-ші қатар болады. Солай 22 қатар тоқуымыз керек болады төмен қарай. Яғни ол 22 қатарымыз біздің 22 сантиметр болады. Примерно. Вот, осылай шықты. Арты осындай болады. Алды осындай болады. Яғни жанынан санаған кезде, міне, бірінші мынадан бастап санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 болды. 23 қатар тоқып шықтым. Енді қазір бұны мына коушқа былай орайтын боламыз. Енді осы тоқыған жерімізді мына коушқа ораймыз да, біріктіретін боламыз мына бастарын. Ол үшін мынаны қысып тағып қояйын. Енді әрі қарай қалай тоқимыз? Әрі қарай мына екі ортасынан екі жіпті аламыз да, дәл ортасынан кәдімгі байлауды орындаймыз. Бұның жаңағы екі шеті мынандай ұзын ғой, ұзын болғандықтан кәдімгі байлауды орындайық. Ол үшін мына басына келіп, мынадан өткізіп алыңыздар былай. Бір бас. Сосын кәдімгідей байлау. Қаттап тартасыздар. Сосын тағы да бір байлаймыз. Екеуін ортасынан жалғадық. Так, енді әрі қарай мына жаңағы 4,5 метрлік шнурымыз бар ғой өзіміздің, мына жер тоқып шыққан. Соны мынаған тоқитын боламыз енді. Кәдімгі мына жерді қалай тоқыдық, мына жерді де солай тоқимыз. Яғни міне мынаның үстіне алдым да, астынан алып келіп, мына жақтан өткіздім. Сосын мынаны тартасыздар, қаттылап. Міне жерде осылай жалғасын табады бұл жер. Мына жағы осылай болады. Қаттылап тартамыз. Осы жерден осылай аяқтаймыз.
Енді бұл қалған жіптерді мына нелердің арасына қосып жібереміз. Сонда бірге тоқып кететін болады бұлар. Міне қыздар, қараңыздар. 4-ке бөліп қойдым. Яғни мына жердегі міне яғни 4 стропасы, ручкасы качеленің, 4 жағынан ұстайтын. Міне біреуі. Так, міне 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына екеуі алды. Мына екеуі арты. Мұнауда 8 штук, бірақ мұнаусы қысқасы ол мына жерде тоқыған мұнаға 4,5 метрлікті қосып жібереміз арасына. Мұнда да мына қысқаны мұнаған қосып жібереміз. 4, 8. Барлығын 8-ге бөліп қойын. Енді мен қазір мұнаған тоқитын болам. Әрқайсында 4-10 метрлік пен 4-22 метрлік болады. Әрқайсында. Мұнада да 4-10 метр, 4-22 метрлік. Мұнада солай. Міне өзім мұнадан бөлген кезде мұна қалыңдықтарына қарап бөлдім. Жұқа 4-еу, міне жұқа түрінен, қалың түрінен 4-еу. Енді бұны тоқыған кезде 2,22-ні шетіне аламыз. Мұна 2,22-ні мұна шетіне аламыз. Мұна шетіне тағы 2,22-ні аламыз. Сонда ортасында 4-еуі 10 метрлік қалу керек. Осы 4,22-лікті қолданып тоқитын боламыз қазір. 2,22-лікті былай алып келеміз де, мұна жағынан ойыс қалдырып тұрамыз, сосын мына оң жақтағы шнурымызды мынаның арасына өткізесіздер осылай. Міне. Мына үстіне түседі, мынаның. Оң жағымыз сол жақтағы жіп шнурдың үстіне түседі. Сосын оны осылай мынаның астынан өткізетін боламыз. Енді бізде мына түйіліп тұрғандықтан мына басы шамамнан кеңдеу қылып алыңыздар. Екі басы шығып кету үшін. Біреуін шығардым. Мына ортасында 4-еу осылай тұру керек. Ортасында мына екеуін осылай тартамыз. Қатты тартасыздар. Мен жаңа қалай бастадым. Мына сол жақтағыны, оң жақтағы шнурдың астынан жібердім да. Мына оң жақтағы 2 шнурды мынадан өткізіп аламыз. Өткізіп алдым. Сосын қатты тартамыз. Дәл осы әдісті соңына дейін қайталаймыз. Дәл осы әдісті. Сол жақтағыны оң жақтағының астынан аламыз. Астына жібереміз осылай. Сосын мына оң жақтағы шнурды мына 4-10-ліктің артынан алып келіп, мынаны арасынан өткізесіздер. Сол жақтағы шнурдың арасынан. Сосын тартамыз. Бұл өзі осылай, осы әдісті қолдана берсеңіздер, мына өзі айналатын болады. Міне осылай спираль болып айналып шығады. Бір сарынды тоқып шығасыздар. Мана айтқанымдай. Сонда өзіме өзі осылай айналып шығатын болады. Өздеріңіз тоқу барысында да өздеріңізге білінетін болады. 4 стропасын тоқып болдым. Енді қараңыздар, мына екеуі бұл артында тұратын қысқасы. Яғни үлкен кольцоға жалғанады. Үлкен кольцоға жалғанатына бұл қысқасы, ал мына екеуі ол алдыңғы. Бұл алдыңғысы, бұл екеуі ұзыны. Ұзындығы. Енді бұларды қалай өлшейміз? Яғни міне арасында мынандай 2-2-ден тоқыдық қой біз. Басынан бастап 2-2-ден тоқыған кезде солай санауға келетін жері бар. Сөйтіп санап шығасыздар. Енді басынан бастап санаған кезде мына ұзынын 155 қылдым. 155. Енді өздеріңіз бөлменің биіктігіне неге қарап өлшесеңіздер болады. Өздеріңіздің өлшемдеріңізге қарап тоқсаңыздар болады. Енді мынаны тоқыған кезде тегіс қылып тоқуларыңыз керек. Жіп қисық болып кетсе,
қазір мынандай бір арасында менде бір қисайған жерлер бар. Сондай болып, жаман болып көрініп тұрады. Вот, міне екеу, үшеуін жалғап болдым. Енді қазір мына төртіншісін қалай жалғау керек болады, соны көрсетемін. Мына жерде бізде мына төртеуі ол 10 метрлік болатын, иә? Мына екеуі 22 метрліктен болатын, екі жағындағы төртеуі. Енді бұларды біз мынаған қалай жалғаймыз, қараңыздар. Мына төртеуі 4-10 метрліктің ең астындағысын аламыз бірінші. Мына үшеуі бүтінде тұрады ғой осылай. Соның мына ең астындағысын аламыз да. Мына жіпті кольцоның астынан өткіземіз. Сосын мына екі ортадан өткізетін боламыз. Яғни түйеуді орындаймыз ғой. Бір рет түйдім, тағы да астынан өткіземіз де. Мынадан ұстап тұрып, міне осы екі ортаның арасынан өткіземіз. Сосын қатты тартасыздар. Міне жалғанды. Біреуін жалғадық. Енді келесі осы 10 метрліктің жаңағы мынаның қасында тұрғанын аламыз. Қасында тұрғанын аласыздар. Оны да осылай кольцоның астынан өткізу арқылы, сосын мынандай крючок жасап аласыздар да осыдан өткізесіздер. Тартамыз. Сосын қайтадан осыны екінші рет қайталаймыз. Қатты қылып тартқан кезде мынау қатты байланып қалады. Бұл екеуін болдық. Енді әрі қарай мына екі ондықты жалғастырамыз. Бұл жерде мына үстінде тұрған сосын, мына астында тұрғанын бірінші жасаймыз. Міне мынаны жасаймыз. Осылай жоғары көрсетіп қояйын. Так, қазір мынаны өткізетін боламыз. Айналдырып өткіздім. Сосын мынаны жаңа крючок жасап тұрмын ғой, ұстап. Содан өткізесіздер. Тартасыз. Сосын дәл соны тағы да екінші рет қайталаймыз. Қатты тартамыз. Прочный болып, кәдімгідей байланып қалды. Енді жаңағы соңғы 10 метрлікті дәл осы әдіспен қайталаймыз. Ұстап тұрмын, соның арасынан өткізесіздер. Тағы қатқап тартамыз. Қайтадан астынан өткіземіз. Темірдің сосын мынаның екі ортасынан өткіземіз. Сосын қаттылап тартасыздар. 4 ондықты болдық істеп. Енді ары қарай мына 2-22-лік істейміз. Бірінші астындағысын, сосын үстіндегісін. Бұл жерде де солай, бірінші астындағысын, сосын үстіндегісін істейміз. Оны да дәл осылай қайталаймыз. Міне, 4-8 жібімізді біз кольцоға не істедік, жалғадық. Міне, арты осындай болады. Мынау да солай. Қараңыздар. Ара қашықтықтары қазір бірдей болады, өйткені біз арасында тағы да жіптер салып, осылай байлап шығатын боламыз. Мынау екі артындағысы, мынау екі алдындағысы ұзын болады. Енді бізге осындай шнурларды ұзындығымен дайындап алу керек болады. Мынау 8 шнур 6 метрліктен, одан кейін 5,5 метрліктен, мынау бірінші 5,5 метрліктен 6 шнур, 5 метрліктен 6 шнур, 4,5 метрліктен 6 шнур, 4 метрліктен 10 шнур керек болады. Енді осы жіптерді осылай кольцомызға байлап шығатын боламыз. Екі шетін біріктіріп аламыз. Сосын соңына дейін. Соңынан бір ұстаймыз да, мына жерден. Мына кольцоның астынан өткіземіз. Кольцоның астынан өткіземіз де, осы екеуінің ортасынан мына жерін ұстап тұрамыз. Дәл ортасын ұстап тұрамыз. Не, сосын тартамыз. Осылай барлығын істеп шығасыздар. Схема бойынша. Яғни, так, мына биік жеріне, мына екі қысқаның ортасын 8 шнурымызды, яғни 6 метрлік 8 шнурымызды өткіземіз. Одан кейін, мында үшеуі 5,5 метрлік, мына үшеуі 5 метрлік, мына 4,5 метрлік, мына жерде қазір 5-еуі болады, ол 5 метрлік, 4 метрлік. Мына жағында дәл сондай бірдей қыламыз екі жағын. Мына үшеуі 5,5, мына үшеуі 5, мына қалған үшеуі 1, 2, 3, 4,5-дық. Сосын міне. Мына қалған 5-еуі, 3, 4, 5-еуі, ол 4 метрліктер. Мына сол жағынан барлығын, осының барлығын, мынандай екі-екіден өстіп байлап шықтық қой барлығын, екі жіптен. Енді осыны біз әрі қарай не істейміз? Мынаны
астынан алып келіп кольцоны. Мына жерден былай ұстап тұрамыз жібін, сосын осының арасына өткіземіз жіпті. Екі. Үш. Төрт. Бес. Осы жағынан бесеуін тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бесеу тоқыдым. Мына екеуімен жетеу болды өзінің бастапқы екеуімен. Енді әрі қарай, мынаны да әрі қарай бесеу тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. Сонда барлығы 12 болады. Екі жағынан бес-бестен байлап шығамыз. Сосын бұны мынау шетіне тақаймыз. Шетіне тақап қоямыз. Сосын мынаны да жақындатып аламыз да, қасындағы. Дәл солай мына жағынан 5 рет, сосын жақындатып қоямыз. Осылай барлығын айналдырып шығамыз. Бірінші мына екі қысқаның ортасын істеп шығамыз. Сосын мына жерде мынаның барлығын 8-нен істеп болғаннан кейін арасы ашық қалады. Сосын мынаны жылжытасыздар соған жақындатып. Бірінші мына басынан бастайсыз. Сосын мына екіншісін соған жақындатасыз. Мен жақындаттым, бұл қысқа жағы, яғни арқасы. Енді мына жанынан осылай бастап келе жатырмын. Қазір енді мынаның барлығын болғаннан кейін, мына жерде орын қалатын болса, мынаны жақындатам. Сосын ар жағынан істегенде де солай. Мынадан бастап істеймін, жақындата берем, сосын мына жерде орын қалса, мынаны жақындатам, сонда мына жер ашық қалады. Яғни біздің отыратын жеріміз ол.